Сәлем достар, бүгін біз YouTube каналымызда күннің бату уақытын саламыз. Бұл сурет кішкене өзгешелеу болады басқа суреттерге қарағанда, бірақ та тура сол суреттер сияқты өте әдемі әсерлі шығады. Ең алдымен суретімізді 4 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлімін қанық қызғылт түспен бояймыз. Екінші бөлімін қызғылт сары түспен бояймыз. Қызғылт сары түс болмаса, онда сары түспен қызыл түсті араластырсаңыз, қызғылт сары түс шығады. Үшінші бөлімі бізде сары түспен боялады, және де төртінші бөлім қара түспен бояймыз. Ал кеттік. Бояуымызды сумен араластырмаймыз. Сол кезде қағазға қанық түс болып боялады. Ал ендігі кезекте бізде аспанның контурын дұрыстап алу, яғни сары, қызғылт сары және қызыл түстен переходымыз жұмсақ болу үшін осылай кисточкамызбен бояп, сары түсті қосып, жағып шығамыз. Сол кезде түстердің басқа тонға өтуі әдемі болып шығады. Ал ендігі кезекте бізде жердің элементі, яғни төртінші бөлім қара түспен қалған қағаздың ақ бөлімін бояп шығамыз. Бұл суретте бізде талдың суреті бейнеленеді. Ағаштың жіңішке кисточканы алып, сабағын салып аламыз ең алдымен. Немесе діні, талдың діні деп атайды. Және де сабақтарын саламыз. Өзіңіз білесіз, қандай тал салғыңыз келсе, бір сабақ, екі сабақ, немесе көп сабақты қылып салсаңыз да болады. Ол тек қана сіздің талғамыңызға байланысты. Мен бұл жерде сабақтарын көп қылып саламын. Сонда демірек көрінеді. Сабақтар бірдей болу міндетті емес. Кисточкамен оңай салыну үшін шамалы бояуыңызды сумен араластырыңыз. Сол кезде боялуы өте оңай болады. Ал ендігі кезекте бізде талдың жапырақтары. Ол үшін кисточкамызды алып сулап, салфеткамен сүртіп, гуашьқа малып, осылай ұрғылау тәсілі арқылы салып шығамыз. Өте оңай тәсіл. Міне көріп тұрғандарыңыздай жылдам және де оңай тәсіл жапырақтарды салу.
барлық тал сабақтары бойынша осылай салып шығамыз, сол кезде өте әдемі болып шығады. Енді ақ гуашты алып, шет жағында күннің суретін бейнелейміз. Егер бояуыңыз кепкен болса, онда күнді домалақ қарындашпен домалақ салып алып, бірақ боясаңыз да болады. Немесе осылай бірден кисточкамен домалақтың суретін салып шығасыз ақ гуашпен, міндетті түрде. Және де кішкентай кисточканы алып, енді шөптің суреттерін саламыз. Яғни осылай үстінен астына, немесе астынан үстіне осындай ұзын элементтерді салып шығамыз. Қисық болуы мүмкін, дұрыс тұруы мүмкін, өзіңіздің талғамыңызға сай жіңішке болуы мүмкін, немесе керісінше жуандау болуы мүмкін. Өзіңіз білесіз әрине. Мен осылай тіке жартылай қисық қылып салдым. Сол кезде көлеңке уақытындағы дәл табиғат аясындағы шөктерді бейнеледім. Енді құстарды саламыз. Құсты салу өте оңай. Осылай екі жақша саламыз. Көп құстың суреті қажет емес, себебі суретімізде элементтер өте көп. 2-3 құсты бейнелесеңіз де жетіп жатыр. Міне достар, бізде осындай өте әдемі сурет шықты. Бізбен бірге сурет салуға шақырамын.